Тамыз айының соңғы жексенбісі елімізде кеншілер және байытушылар күні. Өндірісті өлке Жезқазған қаласы үшін бұл күннің маңызы ерекше. Кәсіби мереке қарсаңында біздің арнаның түсірілім тобы Жезқазған байыту фабрикасына арнайы ат басын бұрды. Жезқазған байыту фабрикасының тарихы өткен ғасырдың 60 жылдарынан бастау алады. Кешегі кеңес үкіметінің тұсында да, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда да қуатты кәсіпорындардың қатарында болған өндіріс ошағының тынымсыз тірлігі тек өрлеуге бастап келеді. Фабрика еңбеккерлер үшін осынау алып кәсіпорын екінші үйлеріне айналып кеткен. Тұтас әулетімен жұмыс істеп жүрген жандар да жетерлік. Сондай еңбек династияларының бірі Әшірбековтер әулеті. Бір атадан тараған 3 баланы тағдыр жолы Жезқазған байыту фабрикасына жұмылдырды. Үлкені Алмат Әшірбеков 1993 жылдан бері табан аудармай бір цехта жұмыс істеп келеді. 30 жылға жуық еңбек өтілі бар тәжірибелі маман бүгінгі таңда ауысым шебері. Осы менің жұмыс орным, осы жерде қызмет істеймін. Келген шахтадан келген рудаларды ұнтақтап, байыту главный корпусқа жібереміз. Осы жерде жұмысына отырған грохота, отсеивать ететін руданың жаңағы ірілігі мен майдалағын бөліп отыратын жер. Бұлар төмен қарата мия жақта уже дробильный цех, дробилкілер, мия жағында конвейерлер, рудан таситын. Енді оңай емес, енді производство. Бірақ оған уже адамдардың бәрі төселген, айлықтары да жақсы қазір. Бұрынғыдай емес, жағдайлар да жақсы, санаторияға да барады, жыл сайын демалып тұрады. Жағдайлар жасап тұр, социальный вопростарды да шешіп береді. Еңбек жолын конвейнер машинасының жүргізушісі болып бастаған Алмат Әшірбековтің қарамағында қазіргі таңда 38 адам жұмыс істейді. Асқан шеберлік пен жауапкершілікті һәм ептілікті қажет ететін күрделі мамандық иесі ұжымына сыйлы, кейінгіге үлгі. Еңбек ер атандырады. Төккен тер мен еткен еңбек басшылық тарапынан өз уақытында лайықты бағаланып, 3-ші және 2-ші дәрежелі еңбек даңқы төсбелгісінің иегері атанған біздің бүгінгі кейіпкеріміз байытушы болу үлкен мәртебе дейді. Жұмыс орындары болғаннан кейін інім шақырып алдым. 74 жылғы Әшірбеков Мұрат деген сол інім келді. Сол екеуміз осы жерде біразға дейін жұмыс істедік. Одан кейін қарындасым келді. Салтанат деген кедекеде жұмыс істеп жатыр. Одан кейін әйелім келіп жұмысқа тұрды. Одан кейін қызым өсті. Қызым да осы жаққа келіп жұмысқа тұрды осы арқылы. Қазір уже ГПИ-де инженер болып жұмыс істейді. Бұл әулет келген себебіміз енді не деп айтсақ та болады мысалы. Ұнайды өздерің. Ұнайды. Осы сала ұнайды. Осының бәрін қырын, несін, сырын бәрін жеткіліп біз не болғанбыз, игеріп алғанбыз. Айтса бүкіл тесікті, бүкіл нені, ремонтты, бүкіл оборудованы білеміз. Байытушылар күні Әшірбековтер әулеті үшін жай ғана кезекті мереке емес, отбасы болып асыға күтетін ерекше күн. Отағасы да, отанасы да, балалары да осы саланың қызметкерлері. Жезқазған байыту фабрикасында еңбек етіп жүрген озат еңбеккерлер жайлы сюжеттер топтамасын жаңалықтарымыздың ертеңгі шығарылымында да жалғастыратын боламыз. Мұқағали Сейітқазы, Нұрбол Үздікбаев, Дидар телеарнасы.